Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, сүйкімді, әдемі болып шығатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картошкаларымызды жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін ұсақтап түрпіштеп турап шығатын боламыз. Картошкаларымызды қайнап жатқан суға пісіретін боламыз. Қайнап жатқан суға пісірсеңіздер, картошка өз дәмін жоғалтпайды. Өте дәмді болып шығады. Дәміне қарай тұзын сеуіп, баяу отта картошкаларымызды пісіретін боламыз. Картошкамыз пісқанға дейін еттерімізді турайтын боламыз. Менде мұнда сиыр еті, жақсылап сақтап түрпіштетіп турап шығатын боламыз. Пиязымызды, бұрышымыздың барлығын түрпіштеп турап шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей керек құрамның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Мұнда сіздер бірақ бұрыш қолдансаңыздар болады. Мен мұнда сары и қызыл қолдандым. Табағымызға етіміз салып жақсылап қуырып алатын боламыз. 5-10 минуттай жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салып, бір кеседей су құйып баяу отта қайнататын боламыз. Етіміз жақсылап қуырылып пісқаннан кейін оның үстінен пиязымызды, бұрышымызды салып жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен бір қасықтай ұн салып, араластырып отымызды сөндіреміз. Картошкаларымызды езіліп жақсы болып пісті. Бөлек ыдысымызға алып, үстінен сары майымызды салып, жақсылап езетін боламыз. Егер тұзы жеткіліксіз болса, кішкене ғана тұз сеуіп жүрсеңіздер болады. Ыстықтай күйінде осылайынан езіп алатын боламыз. Бізге осындай балықтың формасы қажет болады. Егер сіздерде бұндай балықтың формасы жоқ болса, ондаша басқалайда пюрелерімізді салсаңыздар болады. Осылай балықтың формасына майымыз сеуіп, жан-жақтарына барлығына жағып алғаннан кейін картошкаларымызды тығыздап отырып салып, ыдысымызға салатын боламыз. Балықтың формасының үстіне кішкене ақырын бассаңыздар, балығымыз өзі түсіп қалады. Балықтарымызға көз жасадық, өте әдемі сүйкімді болып шықты. Жанына салмасын салатын боламыз. Өте дәмді, әдемі тағам. Дайындап көріңіздер, балаларыңызға өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецептері болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.